Супермен қаралы күн туралы фильмде анимацияда комикста екі алыптың, яғни Супермен Думсдейге қарсы шайқасын бейнелеген. Адамнан мықты жатқаламдықтардың жұдырықтасқаны кімнің өліміне әкеліп соқтырады? Екеуінің күші таразда тең түскендіктен шынайы шайқас кезінде кімнің жеңіске жетуі мүмкін? Жеңісті бірден Думсдейге бермейміз. Алдымен олар туралы не білеміз? Көрермендер түсіне бермейтін әлемді қиратушы Думсдей ешкімнен одақтаста болмаған, аяушылықты білмейді, ешкімге мейірімді болмайды. Бұл сөз Думсдей үшін түк мағынасы жоқ. Діптеген мақсатына жететін қорқынышты монстр, әлем қиратушы, Суперменнің ажалы, Криптонды құртып жоюшы деген сөздер Думсдейдің есіміне синоним болады. Думсдей өте күшті жаратылыс иесі. Күштің мықтылығы соншалықты, аспаннан үлкен жылдамдықпен келе жатқан метеоритті бір соққымен тоқтата алады. Жарайды, бұл комикста ғана. Көп сөзбай, бір сөзбен Думсдейді жеңу мүмкін емес. Оны жеңетін қаһарман туған емес делік. Бірақ Думсдейдің әлемді қирату мақсаты Метрополисте тоқтады. Оған себеп Суперменнің Думсдейге қарсы шайқасып елікпен қаза табуы. Бұл оқиға Супермен қаралы күн атты комикста болған. Кейбір комикста бір өзі Думсдейді жеңіп кетсе, енді анимацияда әділет лигасымен бірігіп Думсдейді тоқтата алмауы, фильмде Суперменді әлсітіп көрсетуі. Бұның барлығын ескере отырып, көп ұпай Думсдейдің пайдасына асады. Барлық жанкер Суперменді әлсіз, өтірік, жалған фантастикалық кейіпкер деп санайды. Тіпті қарапайым адам оны криптонитті пайдалану арқылы оп-оңай жеңеді деп санайды. Жарайды, Суперменді әлсіз дегендерге. 2018 жылы Warner Bros. Animation ұсынған Суперменнің өлімі атты анимация жарыққа шығады. Көбі бұл анимацияны Супермен қаралы күнді қайталайды деп ойлады. Бірақ жағдай басқаша. Думсдейдің басқа ғаламшардан келуі Суперменге жеңілдік ретінде әділет әскерінің көмектесуімен суреттелген. Жарқыл, Бэтмен, ғажап әйел, Киборг, жасыл жарық, Марстық аңшы, тағы да басқа лига тобы Думсдейдің соққыларына шыдамады. Яғни барлығының күші жетпеді. Ал Супермен ақтық демі қалғанша Думсдеймен шайқасып қаза табады. Бір топ әділет әскерінің күші жалғыз Суперменге татиды. Супермен не үшін мықты? Супермен Думсдейге қарсы шайқаста өз күштерімен жойқын соққыларды жалықпай көреміз. Думсдейдің қабілеті Суперменнің күшімен тең. Думсдейдің бір соққысы кез келгенді о дүниеге аттандырады. Тек Супермен емес. Бұл күшпен Апокалипсис қожайыны Дарксайдпен де шайқасып жеңіп шықты. Дарксайдта жеңу ешкімнің қолынан келмесе де, Думсдей оны істей алды. Рефлекс жылдамдығы арқылы желаяқ Флешті қуып жетуге шамасы да бар болған. Бұл тек комикс бөлім. Жер шарын 5 минутта айналып келетін нағыз спидстер Флешті қуып жету қайда? Тіпті оның шаңына да ілесе алмай қалады. Барлық қаһарманның арасынан Флештің физикалық қабілеті керемет дамыған. Ал Суперменнің қабілетін көбісі фантастикалық күшке балайды. Кларктың адамға ұқсас төзімдік қабілетін барын білесіз бе? Байқадыңыздар ма, Супермен әр анимацияда өлуге шақ қалғанда барлық ауырлықты ұмытып, бар күшін салып Думсдейді ақтық сапарына шығарып салады. Суперменнің бұл осы нағыз қайсарлықты дәлелдеп тұр. Оқиға аяқталып, Супермен жеңіс тұғырына жетіп қаза табады. Ал өлімсіз құбыжық неге өлмейді? Ол комикс әлемінде қалай өледі? Думсдей атомдық жарылыстан мәңгі өліп қалуы мүмкін. Алып атомдық соққыны көтере алмауы да мүмкін. Осындай атомдық жарылысты жасай алатын кейіпкер Капитан Атом. Я, Супермен Думсдейге қарсы шайқасып жатқанда Капитан Атомды араластыруға болмайды. Өйткені атом соққысы жарылса, барлық жерге Думсдейден гөрі атомның зияны тиетін еді. 2016 жылы режиссер Зак Снайдер ұсынған Бэтмен Суперменге қарсы әділет нұры атпен белгілі фильм әлемдік жинаған қоры $873 миллион жетті.
Зак Снайдер бұл фильмді түсіру арқылы көптеген проекттерге жол ашпақ болған. Мысалы, Киборг, Әділет әскері, Darkseid, Flashpoint секілді арман болған картиналарды түсіріп, комикс әлеміне осылайша көп із қалдырғысы келген. Өкінішке орай 2017 жылы Зак Снайдер өз қызметінен босатылды. Зак Снайдердің алғашқы жұмысы 2013 жылы Болат адам картинасымен басталды. Композитор Ханс Циммер. Басты рөлдегі кейіпкеріміз Супермен, Кларк Кенттің рөлін Генри Кавилл, Лоистің рөлін Эми Адамс сомдады. Кал-El Криптон ғаламшарынан жерге аттанады. Жерде Кал-Elді Кенттер әулеті асырап алады. Супермен жерге келген соң ең соңғы Криптондық кодекс болып саналады. Генерал Зод Кал-Elдің соңына түсіп іздеп келеді. Кларк бұл істеріне риза болмай олармен шайқасуға бет бұрады. Супермен жат көрінгендіктен Бэтменді шайқастырып жіберуге мүмкіндік берді. Тақырыпта айтылғандай, Лекс Думсдейді жасап шығарады. Қиратқыш құбыжыққа қарсы Супермен, Ғажап-әйел, Бэтмен үшеуі бірігіп қарсы күреседі. Шайқас барысында Думсдей мен Суперменнің арасында қақтығыс мүлдем басқаша әсер берді. Бұл шайқас тағы да төзімділік пен шыдамдылықты талап етті. Финалдық шайқаста Супермен криптонит қаруын алып, Думсдейді өлтіреді. Мына сәтті байқасаңыз, Кларк ұстап бара жатқанның өзінде әлсіремей тұр. Негізінен Кларк криптонитті ұстау былай тұрсын, қасына жақындағанда барлық қабілетінен айырылып, әлсірейді. Бірақ соған қарамай, Думсдейді өлтірді. Думсдей өзімен бірге Кларкты да ала кетті. Бұл оқиғаны фильмнен тамашаладық. Зак Снайдердің 4-ші жұмысы 2017 жылы Әділет лигасы атпен танымал командалық фильмде Кал-El қайта тіріледі. Кларкты тірілту үшін лига тобы Лекс-Корп немесе Думсдейді жаратқан құпия аймаққа келеді. Сол жерде Кларкты жан беретін Апокалипсис Куб пен Флэштің бір саусақ токкышы арқылы өмірге қайта келеді. Кларк тірілген соң ойын жинақтай алмай, өзіне келе алмай лига тобымен шайқасып үлгереді. Ақырында тәубесіне келген Кларк, Дарксайдтың оң қолы командир Степен Қасқырға қарсы күрес жүргізеді. Думсдей мен Суперменнің шайқасын қорытындылай келе, біз осы уақытқа дейін фантастикалық кейіпкердің оқиғасын солармен бірге көрдік. Жалған болса да, шын деп қарап сондай кейіпкер болуға талпындық. Жақсыны жақтап, жаманды жамандайтын ойға тоқталып, жеңіс тұғырына Супермен жетті. Думсдейді жеңетін бірден бір ең соңғы криптондық ол Супермен. Видеомыз аяқталды. Әдеттегідей лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіз. ВКонтакте тобымызға тіркеліп, DC жаңалықтарын қараңыз. What are your superpowers? Just like Superman it. I want to know if you'll be the shoulder that I need.